Саламатсыздар ма? Сіздердің жұмыс оқу бағдарламаларыңыз бойынша жүретін пәннің бірі хандық дәуір әдебиеті пәні. Бұл пән 15-18 ғасыр аралығындағы әдебиет тарихын жасаушылардың шығармашылығын зерттеуге арналған пән. Бұл дәуірдің әдебиеті туралы зерттеу еңбектер жазылды. Солардың бір парасын қазір сіздердің алдарыңызға ұсынамыз. Ұсынылатын, оқылатын негізгі әдебиет, қосымша әдебиеттер қазір сіздерге ұсынылады. Осы дәуірдің әдебиеті туралы толымды ғылыми алғаш еңбек жазған адам Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауиннің хандық дәуір әдебиеті деген пәні негізгі оқулық болып есептелінеді. Қазақ хандығының дербес өмір сүруіне байланысты оның әдеби тілі, әдебиеті қалыптасумен қатар дамуға бет алды. Алғашқы жырлар жоқтау сияқты салт жырлар басым болса, кейін жеке адамдар дәріптеу сияқты шығармалар көбейіп, әдебиетіміздің мақсаты айқындала бастады. Әуелі қиял ғажайып аңыздар туды. Кейін шетел шапқыншылықтарына қарсы тұрып, ерлік көрсеткен батырлар жайлы жырлар туды. Қолбасшылар, хандар дәріптеліп, олардың қаһармандық бейнесі жасалды. Шешендер мен билер болды. Қазақтың алғашқы хандары Керей мен Жәнібек. 16 ғасырда қазақ хандығының тұтқасын Қасым хан ұстады. Оның тұсында қазақ хандығы нығайды. Қасым ханның алғашқы қазақ заңы, Қасым ханның қасқа жолы өмірге келді. Бұл заң қазақ арасында салт дәстүрге, әдет ғұрыпқа негізделіп жасалды. Одан кейін Тәуекел хан болды. Яғни 1586-1598 жылдары Тәуекел хан билік етті. Бұл кезде Ресей мен Қазақ арасында дипломатиялық қатынас нығайды. 17 ғасырға келгенде қазақ хандығының билігі Есім ханның қолына тиді. Есім хан елдің ішкі сыртқы жағдайларына көп көңіл бөле отырып, ел билеу жүйесін бір арнаға салды. Содан Есім ханның ескі жолы атты қазақ заңы өмірге келді. Хандық дәуір әдебиетін тудырушылар жыраулар. Жырау ауыз әдебиетінің ежелгі өкілдерінің бірі, ірі қоғамдық мәселелерді қозғайтын толғау жырларды шығарып айтушы, жыршы болумен қатар, ойшыл, ақылшы, көрегей, сәуегей болған. Жырау тұлғасы ерте дәуірде тайпалық одақтар бірлестік тұсында қалыптасып, 15-18 ғасырларда үлкен өнер иесі және қоғам қайраткері ретінде танылған. Соғысқа кірер алдында бата беріп, толғау жыр айтып, жауынгерлердің рухын көтерген, саяси, әскери, дипломатиялық істерге кеңінен араласқан мемлекет басшысының кеңесшісі қызметін атқарған. Жырау сөзі 11 ғасырда пайда болған. Жыраулар ауыз әдебиетін өркендетуге, халықтың өлең жыр дәстүрлерін, сөз өнерін байытуға, суырып салма ақындық өнердің қалыптасуына зор үлес қосқан. Жыраудың ноғай, қарақалпақ халықтарының поэзиясында үлкен орын бар. Шығармалары халқымыздың рухани асыл қазынасына мол үлес болып қосылған жыраулар Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбет, Жембет, Үмбетей, Бұхар, Ақтанберділер өмір сүрген. Жыраулар толғаулар шығарған. Қазақ, сондай-ақ қарақалпақ, ноғай секілді туысқан халықтардың ауызша поэзиясында кең тараған қоғамдық саяси лириканың бір түрі. Толғау тектес сөз үлгілерін қырғыздар санат нәсиятырлар, құмықтар ойлы ырлар, башқұрттар қобайыр деп атаған. Ноғай мен құмықтың қазақ ырлары ерлік толғау мағынасында қолданылады. Толғаудың жанр ретінде қалыптасуына аталған халықтар әлі бөлініп үлгермеген 13-14 ғасырларға сәйкес келеді. 15-19 ғасырларда қазақ поэзиясында толғау ерекше өркендеп, өзінің ең жоғарғы даму сатысына жетті. Толғау тарихи, жыраулық поэзияға тікелей қатысты.
Асанкайга, Казтуган, Доспамбет, Шалгиз, Актанберди, Үмбетей, Бухар тағы басқалардың бейнелеу тәсілдерінде насихаттық өсиетті сарын, мәселені жан-жақты терең толғап айтатын ойшылдық әсерге тән болған. Толғауды маңызды қоғамдық, әлеуметтік, саяси, философиялық тақырыптар, азаматтық әуендер кеңінен орын алған. Әрбір даму кезеңінде толғау мазмұны жағынан да, бейнелеу тәсілі жағынан да бірталай өзгеріп, жаңаша сипат алып отырған. Толғау кейде күрделі, көлемді лирикалық туынды. Жыраулар поэзиясы бізге толықтай жетпеген, олардың шағын ғана толғаулары архивтерден табылып, зерттеушілердің қолына жетті. Осы 15-18 ғасыр аралығындағы бізге жеткен көлемді тарихи шығарманың бірі Қадырғали Жалайыридің Жамиғат ат-Тауарих атты, яғни шежірелер жинағы деген кітабы біздің қолымызға жетті. Енді біз жыраулар поэзиясы дегенде аңыз әңгімелердің ішінен Кет бұға туралы, Сыпыра жыра туралы естиміз. Яғни жыраулық поэзияның басы Асанкайғыдан да бұрын басталғандығын осы кісілердің аттары аталуына байланысты аңыздар айғақтайтын сияқты. 15 ғасырдың ортасынан бастап дербес қазақ атымен аталатын әдебиет қалыптасты. Қазақ атымен аталатын дербес әдебиеттің алғашқы өкілдері кезінде бүкіл дешті қыпшаққа аты шыққан Асанкайғы, Қодантайшы, Қазтуған жыраулар мұрасы жаңашылдықтың басы, көненің жалғасы ретінде болды. Олардың толғауларында Көк Орда ұлысындағы бүліншілік, қазақтардың көтеріле көшуі көрініс береді. Шоқан Уәлихан көшпенділер философы атаған Асанкайғы өз заманының үлкен ойшылы болған. Керей Жәнібек хандардың ақылшы биі болған. Асан ел іргесі берік болуын үндеген. Ол толғауларында хандық үкіметті нығайтуды насихаттайды. Жәнібек ханды сабырға шақырады, табысқа масаттанбауды, халықтан аса сөйлемеуді үндейді. Оның Асанкайғының болжаулары ел, жер туралы айтқан, билік басындағы адамдар туралы айтқан болжамдары дәл келді деген тарихта аңыздар бар. Толғауларының басым бөлігі бізге жетпеген. Жорық жыраушысы Ерек Қазтуғанның орны хандық дәуір әдебиетінде айрықша. Қазтуған толғаулары отаншылдықты насихаттаған, көшпенділік болмысты, тіршілік туралы кең толғаған. Қазтуған толғаулары жыраудың суреттеу тәсілдерінің кемелдігін, тіл байлығын байқатады. Ой өрісінің биік өрісін байқатады. Қазтуған өз өмір сүрген жаугершілік заман көрінісін шұрайлы тілмен жеткізе білген кең ауқымды жырау. Жорық жыршысы Доспамбеттің жыраулар поэзиясында алатын орны ерекше. Доспамбет толғаулары ортағасырлық жауынгерлік көшпендінің өр тұлғасын бейнелейді. Оның рухы, өмірлік мұраты толғауларында анық байқалады. Шамамен 1465-1560 жылдары өмір сүрген Шалгиз заманның айтулы жырауы саналған. Жырау өмірінің дені күрес үстінде өткізіледі. Өз тұсындағы әміршілердің ешқайсысының шашбауын көтермеген. Толғауларында орамды өткір тілмен, нақтылығымен көне дәуірдің заман тынысын, адамдардың болмысын аңғартып,
сол түс туралы ой түюге жетелейді. Шалгиіз жырау дүниеде мәңгі ештеме жоқ екендігін айтады. Шалгиіз Тіленшіұлы өз заманында үлкен философиялық ойларды айтқан. Адам өмірі уақытша екендігін, пәнилік өмірден бақилық өмірге дейінгі адам жолындағы істелетін әрекеттердің түзу болуын, адам ойының түзу болуын, іс-әрекетінің түзу болуын, тілінің түзу болуын, сонда ғана орта түзу болатындығын өзінің толғауларында айтып кетеді. Шалгиіз досқа адалдықты, ағайынға мейірлікті насихаттайды. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың түзу болуын, осы қоғамды орнатудағы сол қатынастардың ел тыныштығын орнатуға апаратындығын баса айта алады. Шалгиіздің бізге жеткен толғаулары ат үстінде өмір сүрген жорықшы жыраудың бейнесін елестетеді. 17 ғасырдың өкілдері Жиембет пен Марғасқа жыраулардың өзіндік жыраулар поэзиясында өзіндік орны бар. Бұл екеуін қатар атап отырғанымыз, екеуі де 17 ғасырда қазақ даласында билік құрған хан Есім ханның хандық құрған тұсында өмір сүрген. Марғасқа Есім ханның ұраншы жырауы болған, ханға қалтқысыз сенген, ханның саясатын жақтаған, хан саясатын насихаттаушы болған. Ал Жиембет оған керісінше Есім ханға өзінің ойын өткір айтатын, Есім ханның әділетсіздігін бетіне басатын. Есім ханның батырларының бірі Жиембеттің інісі Жолымбет қолға түскенде Есім ханның оны өлтіруге бұйрық берген әділетсіздік деп ханға тікелей айтып, оның ұстанымының, бағытының кей тұстарда халықтық ойлаудан, халықшылдықтан бөліп кететіндігін бетіне айтқан адамның бірі. Яғни өкпесін ашық айтып, әділеттікті ашық талап еткен, өткір толғаулар туғызған жырау деп айта аламыз. 18 ғасырдың әдеби өмірі жандана түсті. 18 ғасырдың бірінші жартысында жоңғар шапқыншылығы, ақтабан шұбырынды кезеңі қазақ әдебиетінің тақырып аясын кеңейтті. Жоңғар шапқынына қарсы күрес Ақтан берді жырау толғауларында айқын көрінеді. Жау қолына кеткен жерлерді қайтаруды армандайды Ақтан берді. Ақтан берді Сарыарқада Сарыарқа үшін соғысып өлмедім деп армандайды. Ақтан берді жырларында елді ерлікке үндеу басым болған. Ақтан бердің күлдір-күлдір күсінетіп, күреңді мінер ме екенбіз деген толғауы арман, тілектен, еліне өздері қожа болуды армандаудан туған толғаулар. 1706-1778 жылдар арасында өмір сүрген Үмбетей жыраудың да тарихта өзіндік орны бар. Үмбетей жырау тарихта Бөгенбай батырды жырлауымен, Бөгенбай батырдың қазасын Абылай ханға естіртуімен тарихта қалған жыраулардың бірі. Ол кісінің толғауларында ел қорғаны болған батырлар мадақталынады. Шамамен алғанда 1668 жылы 1886 жылдар арасында өмір сүрген Бұқар жырау қалқаманлы 18 ғасырда қазақ әдебиетінің айтулы тұлғасы. Арқалы жырау, қабырғалы би болған. Бұқар Абылай хан ордасының бас кеңесшісі болған. Хан саясатын үнемі қолдап отырған. Абылайға арнаған толғауларында ханды бала кезінен білетіндігін айтып, кеңестер береді. Хан бейнесін қайсысы
кайтпас кайсар батыр ретінде суреттейді. Абылайды асқақтатып, көреген көсем бейнесіне дейін көтереді. Қазақ руларының бөлінбеуін, қазақ елінің тұтастығын аңсаған жырлар тудырған. Орыс елімен тату болуды көздейді. Ел тыныштығын бұзатын әрекетке барма деп Абылайды орысқа қарсы соғыспа, өзіңді төбесіне көтерген жұртыңа жаулық сағынба деп Абылайды тоқтатады. Ел бірлігін жырлаған жырау күш халықта екенін айтады. Бәрін айт та бірін айт, халық қозғалса хан тағында тұра алмайды дегенді Абылайға үгіт, насихат, ақыл, кеңес ретінде айтып отырады. Ой тереңдігімен, өз заманының көкейкесті мәселелерін көтерумен ғана емес, көркемдік сипатымен де өзгеше. Бұхар шығармалары нақыл сөз, афоризм тізімдерге өте бай. Дәстүрлі жыраулық поэзияның көркемдеу тәсілдерін жете меңгерген Бұхар туындыларының өлең өлшемі күрделі. Бұхар толғаулары әлденеше ғасырлық тарихы бар жыраулар поэзиясының қорытынды түйіні іспеттес болған. Бұдан былай қазақ поэзиясындағы жетекші рөл ақындардың үлесіне көшеді. 18 ғасырдағы ақындар поэзиясының ең көрнекті өкілі Шал ақын. Шал ақынның мұрасы тақырыптық жағынан сан алуан. Әлеуметтік мәселелерді көтереді, теңсіздікті, дін мәселесін, этиканы, эстетиканы, мораль мәселелерін, байлық пен кедейлікті, пәни мен бақиды дүниені. Арна өлеңдері Шалдың шығармаларының негізгі бөлшегі. Шал ақын туындылары қазақ поэзиясының өрісін кеңейтті, шыншылдығы мен жұртшылыққа тарады. Қазақ хандығы дәуіріндегі дүниеге келген мол мұраның шағын бөлігі ғана бізге жетті. Қазақ хандығы дәуірінде дүниеге келген мол мұраның шағын бөлігі ғана бізге жетті. Қолдағы бар толғаулардың ішінен біз халық өнерінің, халықтың сөз өнерінің биік деңгейде болғанын байқаймыз. Сол тұстағы туындылар ел өмірінің күрделі оқиғаларына үн қосып, өз заманының көкейкесті мәселелерін үнемі көтеріп отырған. Жыраулар халық сөзін сөйлеген. Жыраулар поэзиясының тағылымы ұлт бостандығы болған. Яғни елдің тәуелсіздігін жыраулар өз поэзиясында жырлап, басты тақырып етіп көтерген. Қазір сіздерге аралық ағымдық бақылаудың сұрақтары беріледі. Сол сұрақтар бойынша оқып, дайындалып, жазба жұмыстарыңызды осы почтаға жіберулеріңізге болады. Студенттерден берілген тапсырмаларды практикалық, дәрістік, өздік жұмыстарды уақытында қорғаулары, жұмыстың барлық түрін толық орындауы талап етеді. Жұмысты өз уақытында тапсырмаған жағдайда максималды балды 10% азайту қарастырылады. Өздік жұмысты орындау үшін оларды тапсыру және қорғау, сонымен бірге өтілген материалдарға байланысты және оқылған курс бойынша барлық басқа да туындаған сұрақтарға қосымша ақпараттар алу үшін кеңес алуға оқытушымен жұмыс уақыты кезінде немесе электрондық жүйе құралдары арқылы байланысуға болады.